Саламатсыңдар ма оқушылар? Көркем еңбек пәнімізді бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық киімі. Бүгінгі сабақта қол жеткізуіміз керек мақсат. Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету. Бүгінгі сабақта біз мына жетістік критерийлеріне жетуіміз керек. Бірінші, әртүрлі халықтың ұлттық киімінің түрлерін біледі, түстер гаммасы мен ою-өрнек түрлерін анықтайды. Екінші, қазақтың ұлттық киімінің жас бойынша бөліну мәнін түсінеді. Үшінші, кейбір халықтардың ұлттық киімдерінің ерекшеліктері мен ұқсастықтарын айыра біледі. Және соңғысы, этностильдегі ұлттық киім түрлерімен танысады. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз өзгеше сабақ болайын деп тұр. Әдеттегі көркем еңбек пәнінде қию, қырқу, жапсыру, инемен тігу сияқты емес, ақпараттық сабақ болып табылады. Яғни, мына ақпарат көздері арқылы бүгін жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші, белорус, татар, орыс халқының ұлттық киімі бейнеленген фотосуреттер қажет болады. Және де мәтінмен жұмыс жасаймыз. Және де ehistory.kazakh.ru интернет сайтында жұмыс жасайтын боламыз. Қазақ халқының ұлттық киімдері, киім үлгілері. Қазақтарда ішкі, сырттық, сулық, біркиер, сәндік және кейбірінде салтанат ғұрып киімдері болады. Біркиер киім деп қымбат маталардан әшекейленіп тігілген. Той думандарда, жиындарға барғанда, жат елге сапарға шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. Ішкі киімдері көйлек, дамбал, жилетке, кәзекей. Сырт киімдерге шапан, күпі, кеудеше, тон, шидем. Сулық киімдерге шекпен, қаптал, шапан, кебенек, кенеп, сырттық жатады. Киім мәуітіден, жүн және жібек матадан, киізден, аң терісінен тігіледі. Қазақтар құланның, ақбөкеннің, жолбарыстың, жаннаттың, бұлғынның, сусардың, ақ тышқанның терілерінен ерекше қымбат бағалайды. Бұл аңдардың терілерінен тоңдар тігілді. Астарына құнды аң терісі салынған тон ішік деп аталды. Осы аң терісіне сәйкес бұлғын ішік, жанат ішік, қасқыр ішік, күзен ішік болып бөлінеді. Ішіктердің сырттан шыға мәуіті 3 топ барқыт, атлас, көкберен, манат, қырмызы, торғын сияқты бағалы ширақылы маталармен тысталған. Оқушылар, енді тапсырмамызға көшейік. Борт журналы әдісі арқылы этностиль мәтінін оқи отырып, тақырыптарға байланысты мәтіндегі жаңалықты тауып, көтерілген мәселені талдап кестеге жазайық. Яғни, мына берілген кестені толтырамыз. Кестенің бірінші бағанында болжам жасалады. Яғни тақырып бойынша не белгілі, не білемін деп жазасыздар. Ал екінші бағанға жаңа ақпарат жазасыздар. Яғни мәтіннен қандай жаңалық таптым, жаңа не нәрсе үйрендім, сол бойынша екінші бағаны толтырасыздар. Бұл тапсырманың бағалау критерийлері. Барлық оқушылар этностиль, стилизация термині мен тарихын таниды. Екіншісі, ою-өрнек түрлерін ажыратады. Және де оқушылар тапсырманың дескрипторларын естеріңе сала кетейін. Олар мәтінді оқып түсінеді, мәтіндегі жаңа терминдерді тауып жазады. Ал енді екінші тапсырмамызға көшеміз. Жоғарыда атап өтілген ehistory.kazakh.ru сайтынан бейнебаян көру арқылы түрлі ұлт өкілдерінің ұлттық киімдерін салыстыру, ерекшеліктерін ажырату, нәтижесін Вен диаграммасына салу. Вен диаграммасы деген балалар бәріміз өте жақсы білеміз. Ұқсастығы, айырмашылығы және ортақ дүниесін жазу. Осы тапсырманың бағалау критерийлері. Бейнебаянды көре отырып, қазақтың ұлттық киімдерін сипаттайды, ою-өрнек стилизациясын анықтайды. Және де дескрипторды естеріңе сала кетейін. Бейнебаян бойынша ою-өрнек түрлерін ажыратады, түрлі ұлт өкілдерінің киімдерін қазақтың ұлттық киімдерімен салыстырып, ерекшеліктерін Вен диаграммасына салады. Мына берілген суретте
белорус, татар, орыс ұлт өкілдерінің ұлттық киімдері бейнеленген. Үшінші тапсырмамызға көшсек. Джигсо әдісі арқылы дайын ұлттық киім үлгілеріне және өзге ұлт мәдени элементтерін үйлестіреді, ою-өрнек таңдайды. Тапсырманың бағалау критерийлері. Дайын киім үлгілеріне өзге ұлт мәдениетінің ою-өрнек элементтерін үйлестіреді. Оқушылар, тапсырманың дескрипторларын айта кетейін. Дайын киім үлгілерін таңдап алады, киімге сай өрнектерді анықтайды. Сабағымыздың соңында 5 минуттық эссе әдісі арқылы кері байланыс жасайық. Егер мен сәнгер, дизайнер, тігінші болсам тақырыбында эссе жазады. Екі топ өзара әсерлерін талқылап, үздік жұмыс оқылады. Болашақта сендердің араларынан жақсы сәнгер, керемет дизайнер, тігінші шығады деген ойдамын. Үй тапсырмасы ретінде аң стилінде киімнің нобайын салу. Бүгінгі сабағымыз өз мақсатына жетті. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.